Видео бастамас бұрын менің TikTok аккаунтыма тіркеліп кетіңіздер. Ссылка комментарияда немесе описанияда болады. Ал біз видеомызды бастаймыз. Сәлем, менің есімім Анюта. Мен кішкентай болған кезімде мен өте жай өстім. Анам мені дәрігерге көп апаратын, бірақ дәрігерлер менің денім сау екенін және әркім өздігінше өсетінін айтады. Мен жай сөйлеп үйрендім, бірақ менің есте сақтау қабілетім мықты болатын. Мен өмірімнің әр сағатында не болғанын білемін. Демалыста қайда демалғанымды, бір ай бұрын түскі асыма не жегенімді, барлығы да есімде. Анам бұл туралы мен 7 жасқа толғанда білді. Мен бұны анама айтпаған едім, өйткені барлығы мен сияқты деп ойлайтынмын. Мектепке барған соң ғана мен өз ерекшеліктерімді байқай бастадым және оны қолдана бастадым. Карта ойнаған маған қатты ұнайды, себебі жеңген немесе жеңілген карталарды есіме сақтап отырамын. Сабақты да жақсы оқыдым, өйткені айтылған заттардың барлығын бірден есіме сақтап алатынмын. 5-ші сыныпта біз ағылшын тілін оқып бастадық. Бұл маған қатты ұнайтындығын айтып жеткізу мүмкін емес, бірақ мен үшін сабақтар қызықсыз еді, себебі мұғалім бір затты 1045 рет қайталайды. Сонда да балалар дым түсінбейді. Сол себепті мен оны өзім үйренемін деп шештім. Маған сенбейтін шығарсыздар, бірақ мен ағылшын тілін бір үйренгеннен біліп алдым. Анам бұны біліп қатты қуанды және басқа тілдерді үйренуге ұсыныс жасады. Арада 1 жыл өткен соң мен барлық тілді үйреніп алдым. Болашақта мен аудармашы боламын деп шештім. Жай ғана аудармашы емес, танымал, әлемге атағы шыққан аудармашы болу ойымда бар. Себебі бұл маған өте қатты ұнайды.